Hello and welcome everyone. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі сабақта ағылшынша еркін сөйлеудің нақты 3 этабымен бөлісемін. Нақты ағылшынша еркін сөйлеуіңізге 100% кепілдік беремін, егер осы 3 этаптан өтетін болсаңыз. Сондықтан, егер сіз үйретуді бастап, қайта-қайта тастап кете беретін болсаңыз, немесе әзірге неден бастарыңызды білмесеңіз, ағылшын тілін қалай үйрену керектігін білмесеңіз, немесе жылдар бойы қаншама үйренсеңіз де нәтиже болмаса, өзіңіз үйреніп көрдіңіз, курстарға қатыстыңыз, әртүрлі мектепте үйрендіңіз, мүмкін оқу орнында, универде, колледжде үйрендіңіз, бірақ сонда да нәтиже болмаса, ағылшынды қиын деп ойласаңыз, үйрене алмаймын ешқашан, үйрене алмай кетемін деп ойласаңыз, кейде көп үйреніп жүрген уақытта сондай сезім болады. Осы ағылшын тілін бәрібір үйрене алмай кететін сияқтымын деген сияқты, Мен сізді құттықтаймын, бүгінгі сабақ онда сізге арналған, және сіз жалғыз емессіз. Оны мен сізге қазір дәлелдеп беремін. Менің есімім Ахмет Русланқызы, 6 жылдық тәжірибесі бар. Бұған дейін 5000-нан астам адамға ағылшын үйреткен тіл маманымын. Бұған дейін Англияда білім алып қайттым, Англияда оқығанмын. Студент кезімде Америкада практика алмасып қайтқан маманмын. Және осы уақытқа дейін мен студенттердің арасында ағылшын үйреніп, жаңа жоғарыда айттым ғой, әртүрлі тіл үйрену кедергілері. Сондайлармен келіп, ағылшынды үйреніп шығып, шетелде армандағы жұмысқа кеткендер де бар, Немесе ағылшынды үйреніп алып, жазда work and travel мен Америкада жүргендер бар. Шетелге, Италияға, Түркияға, Қытайға оқуға түскендер бар, Немесе просто ағылшынша еркін сөйлеп, қазір өздеріне сенімді түскендер бар. Яғни әртүрлі адамдар бар. Сондықтан мен ағылшынша еркін сөйлеп шығу үшін нақты не істеу керек екендігін, нақты не жұмыс жасайтынын білемін. Сонымен кеттік. Ағылшын тілінде еркін сөйлеудің нақты 3 этабымен бөліскім келіп тұр. Барлығын жинақтап, тек осы 3 этапқа сыйғызуға болады. Осының әрқайсысынан сәтті өтсеңіз, түк уайымдамаңыз, сіз еркін сөйлеп шығасыз. Сонымен ағылшын тілінде еркін сөйлеудің ең бірінші этабы ол тіл жаттықтыру. Ағылшын тіліне тіліңізді үйреністіру. Яғни тіл жаттықтыру дегеніміз ағылшынша бірден сөйлеп бастау. Ағылшынша бірден сөйлеуді бастап кету. Бұл жерде көбісінде сұрақ туады, егер мен еш нәрсе білмесем, қалай сөйлеймін? Немесе грамматика білмесем, мысалы, қалай сөйлеймін? Грамматикасы қалай сөйлеп бастауға болады деген, Бірақ мен сізді қазір таңғалдырамын, бұл жерде бірден сөйлеп бастау үшін грамматиканың қажеті жоқ. Себебі бірде сөйлеп бастаған кезде біз арнайы шаблондармен, дайын фразалармен сөйлеп бастай аламыз. Түсініп тұрсыз ба? Яғни тіл жаттықтыру дегеніміз өмірде жиі қолданылатын әртүрлі жағдайларға комментарий бере алатындай сөйлеуді бастап кету. Ол үшін әртүрлі тақырыптарға қатысты фразаларды жаттап алу керек болады. Және соларды уже қолданып, сөйлеп бастай беруге болады. Түсініп тұрсыз ба? Ол дегеніміз өмірлік қолданатын тақырыптар. Мысалы, амандасу, танысу біреумен, сағат айту, ауа райын сұрау, өзің жайлы айту, сұрақтар қою, Вот осы сияқты. Мысалдар келтірейін. Мысалы, how's it going? Қалайсың дегенді білдіреді, Жаттап аласыз, қалай жағдай, қалайсың. Келесі, what do you do? What do you do? Немен айналысасың, Әдетте қандай жұмыс жасайсың дегенді білдіреді. Немесе сіз осы жерде оқушы болсаңыз, I'm a student. Мен оқушымын. Студент болсаңыз, I'm a student. Мен студентпін. Жұмыс жасайтын болсаңыз, I'm a teacher, I'm an engineer. Вот осылай кете береді. Яғни what do you do? Өте қажет, себебі жиі қолданылады. Біз кез келген жағдайда таныс адамдардан сұрайтын ең басты сұрақ. What do you do? Немен айналысасың? How about you? Сен ше, сұрақ, Сізден біреу сұрайды, what do you do? Немен айналысасың? Сіз немен айналысатыныңызды айттыңыз. Кері сол адамнан сұрау үшін, how about you дейсіз, Вот, кез келген нәрсеге. Келесі, come again. Бұл бізге ең бірінші керек фраза деп ойлаймын, себебі сіз біреуді түсінбей қалсаңыз айтқан come again дейсіз, яғни қайталап жібер дегенді білдіреді, Біреуді түсінбей қалсаңыз, it's absolutely okay. Бұл қалыпты, нормальный нәрсе. Жай ғана қайталап сұрайсыз, қайталап жіберші. Come again. Вот. Келесі, that's great. Яғни керемет, күшті. Қандай да бір жауапқа, біреудің айтқан жауабына
комментарий беру. Түсінікті ғой, иә? Өмірде тоже жиі қолданылады. Мысалы, немен айналысасың? What do you do? I'm an English teacher. Мен ағылшыннан сабақ беремін. Wow, that's great. Wow, күшті деген сияқты, иә? Okay. Вот осылай кетеді. Яғни осындай өмірлік фразалар. Түсініп тұрсыздар ғой, иә? Өмірлік фразалардан жаттап алу арқылы уже сөйлеп бастай беруге болады. Тіліңізді арнайы шаблондар қолдану арқылы не істейсіз? Ағылшын тіліне үйреністіресіз, миыңызға түсіндіресіз, что сіз жаңа тілді үйреніп бастап жатырсыз, сіз оны үйрене алатыныңызды, сөйлеп бастай алатыныңызды, да. Осы сияқты өмірде ең жиі қолданылатын 30 фразаны сізге бонус ретінде дайындап қойдым. Осы видеоның соңына дейін қараңыз, ең соңында ол 30 фразаны қалай алу керектігін айтатын боламын, окей? Сонымен кеттік ары қарай. Екінші этап сіз сөйлеп бастадыңыз. Келесі ол бізде ағылшынша ойлап үйрену. Яғни сіз тіліңізді жаттықтырдыңыз, ағылшын тіліне үйреністіңіз, бірақ ол шаблондармен еркін сөйлей алмаймыз, өзіміз әр кез келген жағдайда еркін ұстай алмаймыз. Енді бізге өзіміз ойлап үйрену керек. Енді бізге өзіміз сөйлем құрап үйрену керек, өзіміз сөйлеп бастауымыз керек. Сондықтан екінші этап бізде ағылшынша ойлап үйрену. Келістік па? Ағылшынша ойлап үйрену дегенге не кіреді? Ең бірінші контекстік сөз жаттау, яғни сөздік қор, vocabulary, сөздік қор кіреді. Сондықтан енді бұл жерде бір мәселе бар. Сөздік қордың маңызды екендігін барлығымыз білеміз, сөздік қор ол бізде база. Яғни сен сөйлем құрасаң да ол сөздерден тұрады, тыңдалым ұғу керек болса, ол тоже сөздерден тұрады деген сынды. Бірақ көбісінде мәселе сөзді ұмытып қала беру, сөз тым көп болғандықтан біз оны ұмытып қала береміз, немесе оларды қолдана алмау деген көбісінде кедергі бар, Мен сізге айтайын, сөзді ұмытпастай қалай жаттау керек? Сөзді қолдана алу үшін, еркін сөйлеу үшін қалай жаттау керек? Бізге көмекке контекстік әдіс келеді. Бұл 100% жұмыс жасайды, оған күмәніңіз болмасын. Контекстік әдіс дегеніміз, guys, жеке сөзді емес, толық фразаны жаттау, қолданысы арқылы жаттау. Қазір мен сіздерге мысалдар келтіремін, окей? Мысалы, қазір біз сіздермен осы методика арқылы ағылшын тілінде ауа райы жайлы айтып үйреніп көрейік, Әдетте біз бұған дейін жаттағанда, яғни сөздерді зубриттап жаттағанда, жеке-жеке жаттағанда ұмытып қала беретіндей. Бұлай жаттаймыз, ауа райына қатысты сын есімдер. Cold, суық, hot, ыстық, warm, жылы, rainy, жаңбырлы деген сияқты жеке-жеке жаттаймыз. Енді бізге ауа райы жайлы айту керек болған кезде бітті, ұсталамыз, миымызға атады. Мысалы, бүгін күн ыстық болып тұр деп айту керек болса, басымызда тура аударып бастаймыз. Today, day, hot деген сияқты. Яғни қалыптаспай қалды миымызда, қолдана алмай қалдық, сөйлемде шықпай қалды. Ал контекстік методикамен біз бұлай жеке жаттамаймыз, бірден бұлар қалай қолданылады, яғни ауа райы жайлы айтқан кезде бұларды біз қалай қолданамыз, солайымен жаттау керек болады. Ал ауа райын айтудың ең қарапайым әрі жиі танылған жолы мынандай. It is, яғни it's, мында ауа райына қатысты сын есімді қоямыз, яғни ауа райы қандай болып тұр, соны, және қасына today дегенді қоса қоямыз. Бітті, сөйлем дайын, Мысалы, cold суық, бүгін күн суық. It's cold today. It's, мына жерде күн қандай болып тұр, сын есімді қоя қоямыз, және today, түсіндірсіздер ма? It's cold today. It's hot today. Бүгін күн ыстық, Warm, жылы. Бүгін күн жылы. Қалай болады? It's warm today. Бүгін күн жаңбырлы. Қалай болады? It's rainy today. Яғни сізге бұл жерде ойланып қинап жатпайсыз. Сізге ауа райын айту керек болған кезде автоматты түрде уже қолданып бірден айтып тұрасыз, уже сөйлеу арқылы, себебі сіз контекстік сөз жаттап тұрсыз, окей? Вот. Тағы да қарапайым мысалдар, бұлай жаттау неге маңызды сөзді контекстік арқылы бұл ағылшынша ойлау үшін, яғни миыңызда, басыңызда қандай да бір сөз, сөйлемдерді өзіңіздің тіліңізден ағылшын тіліне тура аудармау үшін маңызды. Себебі ол ағылшын тілі басқаша құрастырылған, біздің тіл басқаша құрастырылған, тура аудару көп жағдайда келе бермейді, Мысалы, ақша табу дегенді аударып көріңізші. Экранда тұр, уже түсініп тұрған шығарсыз, Бірақ
табу деген қазақша табу, ағылшынша find, иә. Көбісі егер тура аударсақ, былай айтушы едік ақша табу дегенде. Find money. Жоқ, бірақ ағылшын тілінде олай айтпайды. Ағылшын тілінде ақша табу, ол make money, түсініп тұрсыз ба? Вот. Осы сияқты басқа да мысалдар. Set a goal, мақсат қою, иә? Яғни жай ғана мақсат деп жаттамаймыз, мақсат қою, set a goal деп жаттаймыз, түсіндіңіздер ма? Немесе decision, шешім, да? Жай ғана шешім деп жаттамаймыз, шешімді біз не істейміз? Қабылдаймыз. Сондықтан шешім, қабылдау деп жаттаймыз, яғни make a decision. Түсінікті ма? Вот. Бұл бізде екінші этап, және оның жұмыс жасайтынына дәлел. Біздің курстың студенті, яғни мен айтып тұрған факттар, айтып жатқан нәрселердің жұмыс жасайтынын фактпен бекіткім келіп тұр. Біздің курстың студенті Дариға бізге бастапқы деңгеймен келген. Және осы жоғарыда мен айтқандарды дұрыс қолданудың арқасында, ағылшынды үйреніп шықты, сәтті түрде оқуын аяқтады, және нәтижесінде Италияға магистратураға грант жеңіп алды. Международные отношения, яғни халықаралық қатынастар деген мамандыққа. Керемет па? Керемет. Араларыңызда шетелге оқысы келетін көп оқушылар, студенттер бар екендігін білемін, сондықтан бұл жұмыс жасайтынына бір дәлел. Окей, келесі, бұл жерде ағылшынша ойлап үйренуде бізге керегі контекстік сөз жаттау, екіншісі грамматика. Бұл жерде сіздер шошымаңыздар, яғни қалай шошымаңыздар? Грамматика деген қиын, мен оны қалай үйренемін деген сияқты, Бұл жерде мынаны түсініңіз, егер грамматиканы дұрыс үйренсеңіз, ол еркін сөйлеуге көмекші құрал. Түсініп тұрсыздар ма? Яғни біздің қателігіміз, үйренушілердің көп жасайтын қателігі, грамматика білем, бірақ сөйлей алмаймын дейтін. Себебі грамматиканы дұрыс үйренбегеннен болады. Грамматиканы дұрыс үйренсеңіз, ол керісінше сіздің ағылшын үйренуіңізді өте қатты жеңілдетеді. Түсініп тұрсыздар ма? Грамматика дегеніміз как жол белгілері бар ғой, солар сияқты, яғни жол белгілері болса, біз машинада қалай жүру керектігін, қайда бұрылу керектігін білеміз, ал олар болмаса, бізде не болып кетеді? Мәссі, яғни бардак болып кетеді. Қалай жүрерімізді білмей миымыз қатады. Грамматикада да дәл солай. Егер грамматика бізде жол белгілері, солар арқылы бізге қалай жүру керек, қалай сөйлеу керек, қалай сөйлеу керек барлығын біліп тұрамыз, Грамматика болмаса, біздің миымыз қатушы еді. Ананы қайда қоям, мынаны қайда қоям, мынаны қайда қоям. Ал біз грамматиканың арқасында нақты қайсыны қай жерге қою керек. Вот соны білеміз, егер дұрыс үйренетін болсақ, guys, окей? Давайте мен сіздерге қазір бір-ақ минутта грамматиканы жеп-жеңіл түсіндіріп берем. Қалай жеңіл үйренуге болатындығын өздеріңіз түсінесіздер. Present simple және present continuous ағылшын тіліндегі ең жиі қолданылатын екі шақ, Осы екеуінің арасындағы айырмашылықты түсіндіріп берейін, Қараңыздар, екеуі де осы шақ, бірақ арасында үлкен айырмашылық бар, екеуі екі түрлі жағдайда қолданылады. Бізге еркін сөйлеу үшін қай шақтың қай кезде қолданылатынын дұрыстап түсіну керек, Біріншісі present simple. Present simple айырмашылығы бірінші оның формасында, және оның формасы оп-оңай. Бастауыш, мысалы мен, сен, ол деген I ағылшынша. Плюс етістік. Етістіктің өзі арасында еш нәрсе жоқ, жалғау, еш нәрсе жалғамаймыз. Мысалы, play, ойнау, I play, мен ойнаймын. I work, мен жұмыс жасаймын. I try, мен тырысамын. I drink, I drive деген сияқты. Ал present continuous, оның формасы бастауыш, I, you, he, she, it, Одан кейін бұл жерге уже am, are, is қосылады, яғни to be етістігі. I болса am, you болса are, he болса is, she болса is болады, Плюс етістік оған ing жалғанады. Яғни осы формула бар, сөздерді осы формулаға салсақ, уже осы шақпен дайын сөйлем жасалады. Вот грамматика, арнайы формалар арқылы сіздерге дайын инструкция деп отырғаным осы, Мысалы, I am playing, I am play, яғни етістік, оған ing жалғап тұрмын. Сонда, I am playing, мен ойнап жатырмын. I am working, мен жұмыс жасап жатырмын. I am trying, мен тырысып жатырмын деген сияқты, Енді бірінші айырмашылық осы формаларында да. Present simple, I play, present continuous, I am playing. Екінші, ең басты
айырмашылығы олардың қолданысында. Сіздерге осыны түсіну керек. Қолданысындағы айырмашылық қандай? Бірінші, present simple, ол үнемі қайталанатын іс-әрекеттер. Өмірімізде үнемі жиі болатын іс-әрекеттер да. Мысалы, I eat every day. I eat, мен тамақ ішемін. Күнде тамақ ішеміз ғой біз, сондықтан қайталанады. I work, мен жұмыс жасаймын. Мен күнде жұмысқа барамын, мен күнде жұмыс жасаймын. Күнделікті қайталанатын іс-әрекет, Екінші, бізде present simple ол жалпы іс-әрекеттер, яғни қазір немесе кеше, немесе ертеңгі емес, жалпы іс-әрекеттер. Мысалы, I am a woman, мен дәл қазір әйел баласы емеспін, жалпы, мен жалпы әйел баласымын. I love English, мен дәл қазір ағылшынды жақсы көремін емес, мен жалпы ағылшын тілін жақсы көремін. Ал present continuous, guys, ол бізде дәл қазір болып жатқан іс-әрекеттер. I'm sitting, мен дәл қазір отырмын, немесе I am teaching, мен дәл қазір ағылшын үйретіп жатырмын деген сияқты. Сонда қараңыз, I play, мен жалпы ойнаймын. I am playing, мен дәл қазір ойнап жатырмын. I work, мен жалпы жұмыс жасаймын. I'm working, мен дәл қазір жұмыс жасап жатырмын. I drink, мен жалпы ішемін. Қандай да бір, мысалы, мен жалпы су ішемін. I am drinking, мен дәл қазір ішіп жатырмын. Мысалы, дәл қазір су ішіп жатырмын. Айырмашылығы, guys, осыда. Осылай үйренген кезде нәтиже бірден болады. Мысалы, бұл бізде Айсұлу, ол үшін грамматика қиын болған. Себебі мектепте де үйренген, оқу орнында да үйренген, қаншама курстарға қатысқан, и нәтиже жоқ. Сондықтан ол ойлап қалған уже. Мен уже қаншама ағылшын үйрендім, бірақ нәтиже жоқ, ағылшын тым қиын, үйрену мүмкін емес деп. Кейін біздің курсқа қатысып жүйелі ағылшын үйренді. Мен жоғарыда көрсеткен әдістермен, нәтижесінде маған бір күні ол былай жазады. Айсұлудың мәселесі, ол шетелде жүрген кезде, оған бір шетелдіктер келіп бір нәрсе деп айтқан кезде түсінбей қалады да, өзі ұялып кетеді. Сол үшін біздің курсқа жазылады. Ал кейін ол маған былай жазады. Мен бүгін, яғни native speaker мен кеш түскі ас іштім. Native speaker ағылшынша сөйлейтін адам, ағылшын тілі ана тілі адам, түскі ас іштім дейді, және ол маған сенің ағылшын тілің жақсы деп айтты. Яғни ағылшынша ана тілі сөйлейтін адамның өзі оған уже сенің ағылшын тілің жақсы деп баға беріп тұр. Мында өзі айтады, көріп тұрсыздар ғой, андай болады ғой, түк айта алмай сөйлей алмай қалатын. Сондай чувство болған Португалияда ко мне подошли в книжном магазине. Сондай болған жоқ, прикинь, уже ондай болған жоқ, уже қазір бізде еще Айсұлу еркін саяхаттап жүріп бүкіл елді аралап. Жұмыс жасайды екен? Жұмыс жасайды екен, Және бүгінгі ең соңғы қадам, үшінші қадам, ол әрине бізде 80% практикадан тұрады. Біз ағылшынша ойлап үйрендік, яғни ағылшынша сөйлем құрап үйрендік өзіміз, грамматика арқылы, сөздік қор, сөзу арқылы ағылшынша ойлап үйрендік, сөйлем құрап үйрендік, сөйлемді сөйлеуге айналдырып үйрендік. Енді соны шығару арқылы қайта практика жасай беру керек, сөйлей беру керек болады. 80% практикадан тұрады үшінші қадам, Бірақ бұл жерде ескеретін бір нәрсе бар, бізге олай көп практика жасауға кедергі сөйлеуге деген қорқыныш, тілдік барьер, Ойымызға қанша жерден сөйлем келіп тұрса да, қанша жерден біз ағылшынша ойлап тұрсақ та, бірақ аузымыздан шыққан кезде қобалжу, қорқыныш, кедергі болады да, өзіміз ойлағандай шықпай қалады. Яғни өйткені ол бізде тілдік барьер, сөйлеуге деген қорқыныш. Сондықтан бұл жерде өте маңызды қатемен жұмыс жасау, қате жасаумен қорқыныштаққа жұмыс жасау керек, окей? Және сіздер түсіну керексіздер, қате жасамай еркін сөйлеп шығу мүмкін емес. Бұл қалыпты нәрсе екендігін. Тек бір ескеретін нәрсе, жіберіп жатқан қателермен жұмыс жасап отыруың керек. Бұл жерде сіздерге жұмыс жасауларыңызға көмектесетін қандай да бір маманның болғаны өте маңызды. Өздеріңіз қателеріңізді көре алмайсыздар, ал қандай да бір маман көмегіне жүгінсеңіздер, нақты айтып тұрады, сіздер келесі деңгейге өтіп отыру үшін. Мысалы, біздің курста 80% практикадан тұрады, және әр студенттің жеке кураторы болады. Жеке куратор оларға қатемен жұмыс жасап отыруға көмектесіп отырады. Түсініп тұрсыздар ма? Қазір мен сіздерге көп жіберетін бір қателікті түсіндіріп жіберейін, сіздер қатемен қалай жұмыс жасау керек екенін нақты бір түсіну үшін add on in предлогы арқылы. Біз білеміз, add on in ағылшын тіліндегі ең көп шатасатын предлогтардың бірі, себебі мағыналары бір, бірақ қайсын қай жерде қою керек келген кезде миымыз қатады. Мысалы, кафеде деген кезде at cafe, in a cafe, әлде on a cafe.
кафеде деген. Немесе ауруханада десек, at the hospital, on the hospital, немесе in the hospital. Яғни қай кезде қалай қолданылатынын түсіну керек. Қазір қарапайым ғана мен сіздерге түсіндіріп беремін. Ол үшін мына шеңберді көз алдыңызға елестетіп отырыңыз, Ең бірінші үлкен шеңбер ол бізде in. In предлогы бізде әрқашанда үлкен шеңберде тұрады, себебі inді біз үлкен территориялар үшін қолданамыз. Ол дегеніміз ел, қала, континент, материк, арал, осылар, Сонда, мысалға, Европада, in Europe, Япония, Жапонияда, in Japan, Астанада, in Астана, қала, ел, континент атауларымен бізде in қолданылады. Себебі in бізде ең үлкен шеңбер, ең үлкен территория. Келесі ортасында бізде on тұр, on ортасында тұр. Сондықтан бізде ол қатты үлкен емес, орташа территория. Бұл әдетте бізде үлкен қаланың ішіндегі нелер? Көшелер, район, ареялар. Түсініп тұрсыздар ма? Мысалы, on Сәтпаев Street, Сәтпаев көшесінде, on Al-Farabi Avenue, Al-Farabi Avenue'нде деген сияқты, Және соңғысы at бізде ең кішкентай шеңберде тұр. Ол дегеніміз кішкентай аралық, яғни нақты қандай да бір нүкте, нақты мекен жай, Мысалы, at the shop, дүкенде, көшенің ішінде қандай да бір точкалар болады ғой, қандай да бір үлкен көше, соның ішінде дүкен болады, кафе болады, аурухана болады, кітапхана болады. Яғни осындай точкалар, олардың барлығы бізде at the shop, at the cafe, at the hospital деген сияқты, guys. Түсінікті ма? Мысалы ретінде көз алдымызға елестетіп отырайық, мынау Қазақстан. Қазақстанда десек, in Kazakhstan, себебі үлкен территория. Алматыда десек, in Алматы, себебі Алматы үлкен қала, Енді Алматының ішіндегі көшелерді алсақ, осы көшелерде деп, онда onға ауысады, себебі үлкен қала, қаланың ішінде үлкен көшелерге бөлінеді. Ол уже орташа территория. On Сейфуллин Street, on Al-Farabi Street, on Розыбакиев Street деген сияқты, Енді қараңыз, қандай да бір көше бар, on Сейфуллин Street, мысалы, сол көшелердегі барлық точкалар, яғни сол көшеде мысалға не бар? Аурухана бар, кітапхана бар, кафе бар, зал бар, торговый центр бар, әртүрлі жеке-жеке точкалар бар. Олар уже at, себебі нақты мекен жайлар, At the hospital, ауруханада, at the shop, дүкенде, at the mall, яғни торговый центрда деген сияқты. Түсінікті болды ғой, Тағы бір жұмыс жасайтынын дәлелдеп кетейін, бекітіп кетейін. Біздің студентпен Кемелхан, ол бізде студент, және Кемелханда қанша үйренсе де нәтиже болмаған, себебі жүйе жоқ, Ал жүйелі, мен айтқан нәрселерді үйренсеңдер, ол жүйелі болады. И біздің курсқа қатысты ағылшын тілін жүйелі үйренді. Нәтижесінде қазір Work and Travel бағдарламасымен Америкада жұмыс жасап, саяхаттап жүр. Керемет па? Керемет, Немесе тағы бір мысал, Сүйеу мырза бізде ол осыған дейін қатысқан курстардан нәтиже алмаған, үйрене алмаған, және сөйлеуге деген қорқыныш болған, және біздің курста қатысып, біздің методикамен үйренді. Нәтижесінде өзі мұнайшы болатын, өзінің мамандығы бойынша Катардан, өте жақсы компаниядан жұмысқа шақырту алып, сонда қазір жұмыс жасап, өмір сүріп жатыр. Керемет пе? Керемет. Сондықтан, guys, сізде елестетіп көріңіз, егер күнде осылай ағылшын үйренсеңіз, не болады? Әрине нәтиже болады, Егер сіз күнде осылай ағылшын үйрететін болсаңыз, 5 айдан кейін қалай болады? 5 айдан кейін ағылшынша сөйлеп тұрғаныңызды елестетіп көріңіз, Ал біздің курсқа қатыссаңыз, оны елестетудің қажеті жоқ, себебі сіз бізде 0-ден бастап 5 айға да upper intermediate деңгейінде еркін сөйлеп шыға алатындай боласыз. Ары қарай мен сіздерге біздің толық 5 айлық курс бар. Осы методикаға негізделген, мен айтқандар біздің методиканың 1% ғана, егер сол 1% сізге түсінікті болса, 1% сізге өтсе, демек бұл сізге жұмыс жасайды, нәтиже береді деген сөз. Уақытыңызды, энергияңызды кетірмейсіз, просто қарап отырасыз, үй жұмысын жасап отырасыз, кураторға жіберіп отырасыз, және осының барлығын біз тұрақты практикамен бекітіп қолдануға енгізіп отырамыз, Яғни аптасына 3 рет живой тірі практика болады. Ол бір шетелдік мұғаліммен, ол
speaking мұғаліммен, ол менімен, ол жеке куратормен деген сияқты, иә. Вот, енді ары қарай бұл формат сізге келе ма, ақпарат беру үшін, сіздің деңгейіңізді анықтау үшін мен тек араларыңызда 5 адамға пробный сабақ өткіземін, иә, себебі жеке болғандықтан әрбір адамға уақытым келе бермейді, сондықтан тек 5 адамға пробный сабақ өткіземін, видео сабақ арқылы жүреді. Онда біз сіздің нақты деңгейіңізді анықтаймыз, ағылшынша сөйлеп көреміз, нақты қай жерде проблема бар екендігін көрсетемін, не істеу керек екендігін көрсетемін, иә, және біздің толық курс жайлы сіздің форматқа келетін болса, ақпарат беретін боламын, иә. Ол пробный сабаққа тіркелу үшін мына төмендегі описанияда сілтеме бар. Иә, пробный сабаққа тіркелу үшін деген жазуды тауып алыңыз, астынан, иә, описаниясын ашып, соған сілтемеге басып, форманы толтырыңыз, 1 минут уақытыңызды алады, иә. Ол жерде атыңыз, жасыңызды, деңгейіңізді көрсете кетіңіз. Мен сізге байланысқан кезде нақты түсіну үшін, иә, сол форманы толтырғаннан кейін біз сізбен, біздің команда сізбен байланысады, ары қарай уақытын белгілеп, сол уақытта уже біз сізбен видеозвонок арқылы пробный сабақты бірге өтетін боламыз, окей? Қараңыздар енді, дәл қазір шешім қабылдаңыз, иә? Ой, сосын көрермін деп ойланбаңыз, себебі қазір өзіңіз білесіз, осы уақытқа шейін қаншама жыл ағылшын жүрген болсаңыз, оны ертеңге қалдырғанның ешқандай мәні жоқ. Ертеңге қалдырып жүре бересіз, иә? Қазір бір нәрсе жасамасаңыз, 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін еш нәрсе өзгермейді, иә? Мысалға, неге сіз жүйелі түрде оқып үйренген болсаңыз, неге сіз мысалға 3 жыл үйреніп жүрген болсаңыз да, ағылшынды үйреніп шықпадыңыз? Себебі сіз дұрыс жүйе болған жоқ. Сондықтан содан разобраться етіп дұрыс жүйеге түсінгіңіз келсе, мен ұсынатын жүйеде сіздерді күтемін, иә. Себебі ағылшын тілі ол өзіңіз білесіз, мүмкіндіктердің тілі. Ағылшын тілі сіздерге саяхаттауға мүмкін. Ағылшын тілі, мысалға, менің өмірімде саяхаттау, карьера жағынан болсын, бүкіл өмірімнің сферасына әсер етіп келатқан нәрсе, иә. Ағылшын тілі маған 20 елге саяхаттауға мүмкіндік берді. Ағылшын тілі маған шетелде оқуға мүмкіндік берді. Ағылшын тілі маған шетелдіктермен жұмысымда болсын, карьера жағынан болсын, жалпы шетелде жүргенде болсын, шетелдіктермен сөйлескен кезде өзімді ұялмай, сенімді түрде ұстап сөйлесуге мүмкіндік береді. Ағылшын тілі заман талабына сай болып, маған білімді болуға мүмкіндік береді деген сияқты. Сондықтан сіздерге де сол мүмкіндіктерді ертеңге қалдыра бермей, қазір бастауға гайс кеңес беремін. Ол үшін төмендегі описанияда сілтемеге өтіп анкета толтыруға кеңес беремін, окей? Барлықтарыңызға сәттілік, гайс. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Have a good day, everyone. Bye-bye.